Сәлем балақай, әліппе сабағына қош келдіңіз. Өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық? Еске түсірейік. Дұрыс, өткен сабақта біз с дыбысымен танысқан болатынбыз. Ендеше с дыбысына берілген тақпақты еске түсірейік. Са, сағатқа қараймын. Са, сабаққа барамын. Сан, сандарды санаймын. Сау, сауатты боламын. Тамаша балақай, тақпақты керемет жаттап алыпсың. Ендеше суретке назар салайық. Бірінші суретте берілген бұл не? Дұрыс, қияр. Қияр сөзінде ең алғашқы қандай дыбыс біз таныспаған? Дұрыс айтасың, қ дыбысы. Қияр сөзін буынға бөліп көрейікші. Қияр. Неше дыбыс? Екі дыбыс. Қияр сөзінде екі дауысты дыбыс бар. Ереже, сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын құрайды. Келесі суретте берілген бұл не? Қарбыз. Қарбыз сөзінде де қ дыбысы бар екен. Сөздің қай жерінде орналасқан? Басында. Қарбыз сөзін буынға бөлейік. Қарбыз. Неше буын? Екі буын. Келесі суретте берілген бұл қарлығаш. Қарлығаш сөзінде де қ дыбысы бар. Сөздің қай жерінде орналасқан? Басында орналасқан. Ендеше қарлығаш сөзін буынға бөлейік. Қарлығаш. Неше буын? Үш буын екен. Ал қарлығаш сөзінде нешінші буында қ дыбысы орналасқан? Дұрыс, бірінші буында қ дыбысы орналасқан. Келесі суретте берілген қойдың төлі қошаққан. Қошаққан сөзінде қ дыбысы, екі қ дыбысы бар екен. Бірінші қ дыбысы сөздің басында, екінші қ дыбысы сөздің ортасында. Қошаққан сөзін буынға бөліп көрейікші. Қошаққан. Неше буын? Үш буын екен. Келесі суретте берілген бұл не? Дұрыс айтасың, балық аулайтын қармақ. Ал қармақ сөзінде неше қ дыбысы бар? Екі қ дыбысы бар. Сөздің басында және соңында. Қармақ сөзін буынға бөлейік. Қармақ. Неше буын? Екі буынды құрайды. Келесі суреттегі бұл не? Қала. Қала сөзінде қ дыбысы сөздің қай жерінде орналасқан? Дұрыс, сөздің басында орналасқан. Қала сөзін буынға бөлейік. Қала. Неше буын? Екі буынды құрап тұр. Тамаша. Ендеше бүгін біз қ дыбысы және әріпімен танысамыз. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Себебі әндетілмей қысқа айтылады. Кедергіге ұшырайды. Көк түспен белгіленеді. Бұл қ әріпінің баспа түрі. Бұл жазба түрі. Біз баспа түрін кітапта қолданамыз, жазба түрін көркем жазуда жазамыз. Ендеше қ дыбысына берілген төмендегі буынды сөздерді бірге оқиық. Әр буынды сөзді үш реттен оқимыз. Дайын болсақ, бастайық. Қа. Қо. Ақ. Оқ. Тамаша. Оң жақта берілген бұл ненің суреті? Дұрыс, қасқыр. Қасқыр сөзінде де қ дыбысы бар екен. Қай жерінде орналасқан?
сөздің басында орналасқан. Келесі қ дыбысына берілген тақпақты бірге жаттайық. қа. Қазақстанға қара. Қа. Әсем қала мен кең дала. Қа. Көз тоймайды қараса. Қа. Қыран құстай биікке самға. Жарайсыңдар, осы тақпақты тағы алдыға қойып, бірге қайталап жаттап ала ғой. Келістік пе? Келесі. Буындап оқу. Буындап оқуды оқымас бұрын, әр қатарды нөмірлеп алайық. Қарандашыңызды алып, менімен бірге нөмірлеңіз. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатар, бесінші қатар, алтыншы қатар, жетінші қатар. Нөмірлеп алсақ, дайындалайық. Бірінші қатар, бірінші сөз. Әр сөзді үш реттен оқимыз. Қой. Бірінші қатар, екінші сөз. Қол. Бірінші қатар, үшінші сөз. Қар. Бірінші қатар, төртінші сөз. Қап. Тамаша. Екінші қатар, бірінші сөз. Қара. Екінші қатар, екінші сөз. Қала. Екінші қатар, үшінші сөз. Екінші қатар, үшінші сөз. Қора. Екінші қатар, төртінші сөз. Қола. Үшінші қатар, бірінші сөз. Қарға. Үшінші қатар, екінші сөз. Қалта. Үшінші қатар, үшінші сөз. Тақта. Үшінші қатар, төртінші сөз. Арқар. Керемет. Төртінші қатар, бірінші сөз. Ақпан. Төртінші қатар, екінші сөз. Алақан. Төртінші қатар, үшінші сөз. Қарақат. Төртінші қатар, төртінші сөз. Қошақан. Тамаша. Бесінші қатар, бірінші сөз. Орақ. Бесінші қатар, екінші сөз. Ошақ. Бесінші қатар, үшінші сөз. Қолғап. Алтыншы қатар, бірінші сөз. Қошқар.
қош, қар. Алтыншы қатар екінші сөз. Қараша, қараша, қараша. Алтыншы қатар үшінші сөз. Қарағай, қарағай, қарағай. Жетінші қатар бірінші сөз. Бұл жерде адамның аттары және қала аты. Қанат, қанат, қанат. Жетінші қатар екінші сөз. Қайрат, қайрат, қайрат. Жетінші қатар үшінші сөз. Қостанай, қостанай, қостанай. Тамаша балақай. Барлық сөздерді керемет оқып шықтың. Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Қ әріптерін тап, суретке қарап әңгіме құрастыр. Суретке назар сал, көк түсті қарандашыңды дайындап ал. Қазір біз осы суреттен Қ әріпін табатын боламыз. Ең бірінші тұрған ғимаратқа назар салшы. Қай жерде Қ әріпі берілген? Дұрыс, ғимараттың есігінде Қ әріпі бар екен. Тағы да қай жерде Қ әріптері бар? Дұрыс айтасың. Терезелерін мұқият қарасақ, осы жерде де Қ әріптері бар екен. Ал енді балалар ойнап жүрген алаңқайға назар салайық. Мына төбеден сырғанап келе жатқан баланың жолында да Қ әріпі бар екен. Келесі шыршада да Қ әріпі белгіленіп тұр. Қар атыспақ ойнап жатқан баланың мынау жолында да Қ әріпі бар. Одан қашып бара жатқан қыздың күртешесінде де Қ әріпі бар екен. Келесі қарды дөңгелетіп келе жатқан баланың жолында да Қ әріпі жасырылған. Мына тұрған қармен ойнап жатқан қыздың да күртешесінде Қ әріпі жасырылған. Және де балалар осы дөңгелеткен қардан не жасағысы келіп жатыр? Дұрыс айтасыздар, аққала. Аққаланың мұнда қалпағында да Қ әріпі бар екен. Тамаша балақай, тағы да қай жерде Қ әріпі қалып қойды? Мен тағы да қалып қойған Қ әріптерін көріп тұрмын. Сен өзің қарап, осы жерде қалып қойған Қ әріптерін осындай көк түспен бастырып шық. Және осы әдемі суретті түрлі түстермен бояп, отбасыңа әңгіме құрап айтып бер. Келістік пе? Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Қазақстан сөзін құрайтын әріптерді тауып боя. Қазақстан деген сөздің үлгісі. Осы үлгіге қарап, көк түсті қарандашты тағы да аламыз. Көк түсті қарандашпен қазір біз Қазақстан сөзін тауып бояймыз. Ең бірінші бізде Қ әріпі. Мен мына тұрған кестеден Қ әріпін табамын. Бірінші мұнда тұр екен Қ әріпі. Үстін әдемілеп бояймыз. Сіз өзіңіздің қарындашыңызбен әдемілеп бояңыз, иә? Келесі Қ әріпінен кейін А әріпі. А әріпін қарап көрейікші. Мұнда тұр. А әріпінде көк түсті қарандашпен әдемілеп бояп шығамыз. Келесі Адан кейін З әріпі. З әріпі мұнда боялып тұр. З әріпінен кейін А әріпі тұр. А әріпі тағы да қай жерде бар? Мәні тұр екен. А әріпін әдемілеп бояп шығамыз. Келесі А әріпінен кейін тағы да Қ әріпі. Тағы Қ әріпі қай жерде орналасқан? Дұрыс, П әріпінің жанында тұр. Келесі
Қ әрпінен кейін С әрпі. С әрпін осы Қ әрпінің астында тұр. Ал С әрпінен кейін қандай әріп? Т әрпі. Т әрпі У әрпінің жанында тұр екен мінекей. Т әрпінен кейін А әрпі. Ал А әрпі қай жерде тұр? Дұрыс айтасың, Т әрпінің астында тұр міне. Соңғы әріп қандай әріп? Н әрпі. Н әрпі қай жерде екен? Мұқият қара. Дұрыс айтасың. З және К әрпінің астында орналасқан. Тамаша. Қазақстан сөзін біз реттілікпен тауып бояп шықтық. Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Қазақстан сөзінен анаграмма құрастыр. Анаграмма дегеніміз мұнда берілген Қазақстан сөзінен түрлі сөздерді құрастырып шығамыз. Бізде 6 сөз құрастырылған екен. Біріншісі қазақ, екіншісі қаз, үшінші сөз азан, төртінші сөз аз, бесінші сөз ұл баланың есімі Азат, алтыншы сөз ай атауы қазан. Ал енді тағы да мұқият қарап сөздер құрастырайықшы. Мұндағы әріптерден, Қазақстан деген сөзден қандай сөз құрастыруға болады? Мен таптым, ақ деген сөз. Ендеше қарандашымызды алып, ақ сөзін бірге жазайық. 7 цифрының жанына. Келесі тағы қандай сөз құрастыруға болады? Мұқият қарай ғой. Дұрыс айтасың. Ат деген сөз құрауға болады. 8 цифрының жанына ат сөзін жазайық. Тағы да қандай сөз құрастыруға болады? Мен қазір С әрпінен басталған сөз құрағым келіп тұр. С, А, Қ. Бұл бұрынғы замандағы тайпаның атауы сақ. Және де осы С әрпінен басталатын С, А, Н әрпін қоссам қандай сөз шығады? Сан. Осылай әр әріптерді бір-бірінің орнын ауыстыру арқылы тағы да 4 сөз құрай ғой. Келістік пе? Тамаша. Ендеше келесі тапсырмаға назар салайық. Келесі бізде көркем жазу. Қ әріпін қазір көркем жазатын боламыз. Ол үшін бізге қазір қолымызға қалам керек. Қалам сөзінде де Қ дыбысы бар. Ал енді Қ әріпін жазу үшін ең бірінші элементтермен танысайық. Бірінші элементін жазу үшін жоғарыдан нүктелеп аламын. Осы нүктеден жоғарыға қарай көтерілемін. Төменге көлбеу түсемін көксызыққа. Көксызықтан жоғары көлбеу түс шығып, ілмек ілемін. Бұл бірінші элементі. Екінші элементін жазу үшін көксызықтан ілмек іліп, төменге түсіп, екінші көксызыққа келгенде ілмегін ілемін. Бұл Г әрпіне ұқсайтын элемент екен. Үшінші элементі астыңғы көксызықтан төменге түсіп, ілмек іліп, жоғарыға қарай шығарамын. Бұл ілмектерге ұқсайтын, осындай сырғаға ұқсайтын элемент. Осы барлық элементті қосып, қазір Қ әрпін шығарайық. Жоғарыдан нүктелеп алып, төменге түсемін, ілмегіліп жоғарға шығамын, көксызықтан ілмегілемін, төменге түсіп ілмектерді әдемі ілемін. Бұл Қ әріпі екен. Осы Қ әріпін әдемілеп үстінен бастырып жазып шық. Келесі. Бұлтты қарға дейін дыбыстық талдау жасап боя. Қ әріпінен бастап қар сөзін бұлтқа дейін дыбыстық талдау жасаймыз. Ол үшін қазір дыбыстарды еске түсіреміз. Бірінші Қ әріпі қандай дыбыс? Дауысты ма, дауыссыз ба? Дұрыс, дауыссыз. Оны көк түспен бояймыз. Келесі Қ-дан кейінгі біздегі әріп А. А әріпі қандай дыбыс? Дауыссыз. Оны қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен бояймыз. А әріпінен кейін қандай әріп кездесіп тұр? Р әріпі қандай дыбысқа жатады екен?
дауыссыз. Көк түспен бояймыз. Дәл осы реттілікпен қар деген сөзді бұлтқа дейін апарамыз. Міне, бірінші реттілігін сізге көрсетіп жіберейін. Қ, А, Р. Және де Қ, А, Р. Ары қарай дәл осы реттілікпен өзіңіз көк және қызыл түсті алып, Қ дыбысын көк түспен, А дыбысын қызыл түспен, Р дыбысын көк түспен бояп бұлтқа дейін жеткізе ғой. Ендеше балақай, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта қандай дыбыспен таныс болдық? Қ әріпі және дыбысымен таныстық. Қ дыбысы қандай дыбысқа жатады екен? Дауыссыз дыбыс. Ол әндетілмей қысқа айтылады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.